Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге гайморит жайлы ақпарат бермекшімін. Адамда негізінен мұрынның айналасында, көздің айналасында және маңдайда қойнаулар болады. Қалыпты жағдайда бұл қойнауларда ауа болады. Яғни бұлардың қызметі миға ауаны тасымалдау болып табылады. Егер қандай да бір инфекциялық аурумен ауырғанда, вирусты болсын, бактериалды болсын, осы қойнауларға сұйықтық, яғни эксудат жиналып қалады, яғни қабыну процесі болады. Кішкентай балалар, яғни 3-4 жасқа дейінгі балалар гайморит, синусит болмайды, өйткені оларда бұл қойнаулар жеткіліксіз дамығаны үшін. Енді гайморит дегеніміз не? Гайморит дегеніміз гаймор қуысының қабынып, ісініп және ішіне эксудат жиналу болып табылады. Көбіне гайморит 80-90% жағдайда вируста болады, яғни немесе оны катаральды деп атаймыз. Яғни оның симптомдары ОРВИ кезіндегі симптомдар болады. Яғни мұрыннан су ағу, мұрынның бітелуі, температураның көтерілуі деген сияқты симптомдар болады. Бұл кездегі гаймориттің емі тек мұрынды тұзды ерітінділермен шаю болып табылады. Ал бактериалды гайморит қай кезде болады? Егер ауру 10 күннен асатын болса, бактериалды гайморитке күдіктенеміз. Және ол кезде мына симптомдар болады. Бетте, мұрынның айналасында және маңдайда, көздің айналасында ауру сезімі болады. Яғни оны қолмен тексеріп көруге болады. Мұрыннан іріңді бөлінділер ағады. Яғни бұл кезде ақшыл емес, сары жасыл емес, іріңді бөлінділер ағады. Температура көтерілуі мүмкін, және иіс мүлде болмауы мүмкін, немесе жағымсыз иіс болуы мүмкін. Және бас ауруы, яғни бұл жердегі бас ауруы әсіресе еңкейген кезде үдейді, күшейеді болады. Ал жалпы қан анализін тапсырғанда лейкоциттердің, нейтрофильдердің, СРБ және СОЕ-нің жоғарылауымен көрінеді. Және гайморит кезде тіске де ауру сезімі беруі мүмкін, өйткені тіс гаймор қуысының астында орналасқандықтан. Гаймориттің емі қандай? Бактериалды гаймориттің емі ең бірінші тамыр тарылтатын препараттар. Яғни олар ісініп тұрған тамырларды қалпына келтіреді. Яғни називин, нафтизин деген препараттарды қолдануға болады. Күніне 3 рет, үлкендерге 7 күннен артық емес, ал балаларға 5 күннен артық емес қолдануға болады. Екінші, мұрынды тұзды ерітінділермен жуу. Яғни аквамарис, аквалор деген сияқты ерітінділермен жууға болады. Үшінші, бөлменің ылғалдылығы 50-70% болу қажет. Бөлме температурасы 18-22 градус болған абзал. Және суды жеткілікті мөлшерде ішу қажет. Баста қатты ауру сезімі болатын болса, парацетамол немесе ибупрофенді салмаққа қарай ішуге болады. Және мұрынға арналған глюкокортикостероидтарды қабылдауға болады. Яғни неодекс сияқты капляларды тамызуға болады. Олар мұрындағы қабыну процесін басады. Және бактериалды гайморит кезде міндетті түрде антибактериалды терапия 7-10 күнге дейін тағайындалады. Егер гайморит жиі мазалайтын болса, онда лор дәрігеріне барып, гаймор қуысына пункция жасатуға болады. Гайморит кезде жергілікті антибиотиктер көмектеспейді. Яғни гайморит кезде көбісі антибиотикпен ингаляция жасап жатады, бірақ оның ешқандай пайдасы жоқ. Бұл кезде антибиотиктер таблетка түрінде немесе укол түрінде қабылданады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.